Бейімбет Майлин. Ұжмақ билеті. Молдекеңдерге, Құдай деген пенделерге көптен қайырылып соғалмай ятты болып жүредім. Ештенде кеш жақсы деген бар ғой. Кешіксемде оларға бір зор хабар әкеліп отырмын. Зор хабар дегенде ақыр заман болып қалған екен деп елеңдеп жүрмеңдер. Ақыр заман хабарын пайғамбардың шырақшысы таратады. Пайғамбардың шырақшысы айтты қылып молдалар елдір күтіп, өсек таратып, садақа жияды. Бұл хабар өткен жылы тараған. Қазақстанның бірсыпыра жерінде құдайшыл байлар, сопылар, тасаттық беріп күнәсіне кешірім сұраған. Күнәкерлігі үшін берілген садақаларды жиып, бірсыпыра молдекеңдер мыңдаған, миллиондаған пұт кісі күнәсін жүктеген. Бұл өткен жылдың оқиғасы. Бұл хабарды өне бойы айта берсе, елдің құлағы үйреніп, қорықпайтын болады. Қорықпаса да ел садақа бермейтін болады. Ел садақа бермесе, молдалар аштан өледі. Енді қайтпек, не дағдарысатыны бар. Баяғыдан бері амалын тауып келген молдалар. Бүгін еш нәрсе таба алмай қалады дегенге кім сенер? Қайта бұрынғыдан күрделірек, елге қолайлырақ нәрсені ойлап табуы мүмкін. Мәскеуде шығатын Беднотта газетінде бір хабар басылды. Арабстанда Сейт дейтін ұжмаққа кіретін билет істеп шығарыпты. Билеттің басы 500 сомнан 20 мың сомға шейін. Міне, керек болса оңай жол. Шынында, діншілдерге бұдан зор хабар болуы да мүмкін емес қой. Ишанға мүрит болып, мыңдаған билетті сартылдатып талай сопекемдердің басы қатты. Елді еңіреткен, жетімді жылатқан талай әлекемдер өткен өміріне сәждеге басын тигізе алмай, әрине қолы тимегендіктен дүниеден өтті. О дүниеге барғанда кешегі елге тұтқа болған әлекем отқа күйіп жатса, аяқ астында жүрген құлқытандар ұжмақта сайран салып жүрсе, одан артық масқарашылық болар ма? Міне, ұжмақ билетін шығарып отырған Сейіт осыны ойлаған ғой деймін. Өзінде әдемі тапқан. Ақшаң болса, билетін аласың да, көкке қарай қайқайып тарта бересің. Басының алалығы азырақ ойға түсіреді. Бірақ, терең тексерсең, анығына ғанасың. Ұжмақ дегенде билет алған адам құрбақшасына ғана сайран қылып қоймайтын шығар. Әрі-бері қыдырған соң тамақ керек. Тамаққа тойған соң ойнап күлетін хор қызы керек. Иманды адамға хор қызы тегін беріледі ғой деп дауласушылар да болар. Оған айтатыным, бұл имансыздар үшін шығарылып отырған билет. Исламның 5 парызын орнына келтірмесең де, бұзықтықтың не түрін істесең де, мына билетті алсаң, ұжмаққа кіресің. Байлардың қанағаты аз болады ғой. Бірер қызға місе тұтпай жүруі мүмкін. Сондықтан 20 мың сомдық билет байларға арналған болса керек. Мұхаммед пайғамбар пырақ мініп, 8 қабат көктен өтіп, Құдаймен тілдесіпті деп молдекемдер бұрын шариғат соғушы еді. Көк жүзін қанша шарлап, үйіне қайтып келсе, кеткендегі төсегінің жылысы әлі суымаған екен дейді. Тұрып кеткен төсек суымас үшін көп болса, 5-10 минут уақыт керек. 5-10 минуттың ішінде 8 қабат көкті өтіп, 8 ұжмақты аралап, Құдайды көру деген оңай жұмыс па? Пырағы жүйрік болды мекен, әлде. Бірен саран шүбә келтірушілер болса, молдалар, ақмақ, діннен шығасың, шүбә келтіруші болма деп дүрсе қоя беретін. Ол кездегі шариғат бойынша 8 қабат көкті өту үлкен керемет. Пайғамбарлардан басқаға ол құрметті Құдай сыйламайтын сияқты еді. Енді ислам дүниесінің тозып бара жатқанын көрген соң, міскін пенделерінің көңілін көтерейін дедім екен. Не қылса да ұлы оқиға. Әпендім, ұжмақ билетін көптеп алуға бола мекен деп бір молда жанымды жағадан алды. Бұл кәпір қайдан естіп қойды деп таңданам. Анау-мынау деп сылтауратып ем, молдан болмады. Алла хақ үшін айтыңыз. Ұжмақ билетінің шығатындығы пайғамбардың хадисінде де бар еді. Біздің қазақ надан, хибадат қыла алмайды. Қандай қадірлі деген байларымыз имансыз кетіп жатыр. Билетті көп алып, қазақ байларына таратайын деп едім, дейді молдам. Бетіне қарасам көзім өлейіп, аузы жыбырлап тұр екен. Зікір айтып тұрма деп, күбіріне ептеп құлақ салсам, 1000 билет алсам, билет басына 100 сомнан салып сатсам, 100 мың сом пайда қылады екем. 100 мың сомға 100 деген жылқы, мыңдаған қой, әдемі үй алып, салтанат құрар едім, дейді молда. Төзуге болмады. Бері кел, молда, дедім. Құп, мақұл, я Алла, деп иіліп бүгіліп, молдам төне қалды. Газетте жазылған хабардың аяқ жағын көрсете қойдым. Ондағы жоғарғы хабардың аяқ жағында алдауыштығы білініп, Сейіт түрмеге түсті деген сөз жазулы еді. Түрме дегенде молдекем кейін қарай шегіне берді.